Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерді баклажаннан жасалған тіске басармен таныстырамын. Ол үшін бізге баклажан, помидор, жұмыртқа, сарымсақ, майонез керек. Алдымен біз жұмыртқаны тұзға араластырғаннан кейін оған баклажанды, кесілген баклажанымыздың екі жағын кезек-кезек былғап, баклажанымызды көріп аламыз. Содан кейін чеснокқа майонезді араластырамыз. Оның үстіне қызыл бұрышты қосамыз. Өзімізге шамамызға қажетті қызыл бұрышты қосамыз. Мен бұл тіске басарды өте аз адамға жететін қылып дайындап жатырмын. Ал сіздер көп адамға жасайтын болсаңыздар, қосатын заттарын көбірек пайдалансаңыздар болады. Баклажанға майонез қостым. Бетіне біркелкі жағып шықтым да, оның үстіне помидорды қосамын. Үстіне тағы да майонезімді жағып, қайтадан баклажанды қоямын. Менің тіске басарым мінекей дайын болды. Өте дәмі керемет. Түрі де адамның тәбетін ашарлықтай керемет болды. Жасап көріңіздер, қыздар. Ұнаса каналыма тіркеліп, бар болғаны қызыл подписаться деген кнопканы басып қойыңыздар. Лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар.